сәлем. Бұл әңгімелесейік, яғни бон-шоу. Бүгін бізде қонақта кім деп ойлайсыздар? Жоқ. Кім деп ойлайсыздар? Филипп Киркоров. Жоқ. Ол Қазақстан әншісі. Қайрат? Жоқ. Бүгін бізде қонақта Сергей Брагинов. Ол неге жұмақта olsun, көрдік қой қайдан неге. Ондай ракурстан алдық қой. Барлық көрдік. Сен бұлай тартып алдырсың ба не? Давай уақытша кет. Сико, қош келдің. Сені көргенмен қуаныштымын. Мен қуаныштымын. Тез. Мынаны тартшы. Жоқ, гитараны бес, мынаны тартшы. Кече. Тартшы. Оп. Мен бағдарламаны до конца шыдап отырмын. Сен кішкентай кезінде әнші болуды қатты армандадың да? Иә. Неге арманың әлі орындалмай жатыр? Жай келіп. Сен біздің эстрадымызға келген кезде тек қана бір адам қуанды ғой. Кім екенін білесің бе? Жолбарыс Сейфуллин. Неге? Логикаңды қош шешінді. Сен қазір асықсың ба негізі? Асықсың тезсіз. Бағдарламаң қанша уақыт болады, ұзақ па? Қысқа ма? Бағдарлама енді сен бойың сияқты қысқа болады. Тез болса енді. Жалпы сен әйелмен Мегаға барған кезде сені Хапилон көргенде жүгіріп дейді ғой, шын ба? Жоқ. Әйелім сөз өйтті. 91 фанаттары Eagles дейді. Сергей Брагиновтың фанаттары кім сонда? Seagulls ба? Seagulls. Мен бір рет айтқам саған. Seagulls да деп. Шама келсе әзілдемей қой, мен ән айтпаймын ғой. Әзіл емес, шынымен сөйтіп айтқам. Сен жалпы сахнада ән айтып тұрған кезде не ойлайсың? Сен ойламайсың ба, что мүмкін мына сала менің емес шығар? Ойлаймын кейде. Спортқа кетсем ба деп ойлаймын. Спорттан бір-екі сала көрсетіп жіберейін ба? Спорттан көрдік қой, өнер барысында. Көрсеттің өзіңді. Сен как будто гитараны тартып алған кезде жегел ақсап аяқты басып жатсың. Сен гитарда ойнайсың, саксофонда ойнайсың, фортепиано ойнайсың. Неге сен жүздухын ойнамайсың? Ойнаймын ғой жүздухын. Мен ойнаймын. Сен білмейсің ғой кім мен жүздухын деген. Ойнамайсам балдысың ғой. Естеріңе сала кетейін, бүгінгі біздің қонағымыздың ең көп қоятын сұрағы анаңа алып пиш. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың бас демеуші Фрута няня. Простышка емес па? Сен либо мына жерге отырмын. Сен темекі шегесің ба? Жоқ. Бірақ магазинде саған бермейтін шығар. Голос Дети жобасына сені әділ қазыға шақырдың ба? Жоқ. Ал қатысушы қатысуға. Ал қатысушы ретінде? Жоқ. Шақыру еді негізі. Сіздің әйеліңіз Аянкөз балаңызды таңертең садикқа апарады ғой? Иә. Сол кезде байқаусыздан сіз тастап кетсе. Қызық болады, Плюс па? Плюсмен дайын болады. Серлік енді бізде осылай қонақ келген кезде ән сұраймыз. Саған өзіңге қатты ұнайтын, өзіңнің жеке бір әнін бірінші куплетімен припевін айтып білесің бе? Өтініш. Ладно.
по-любому қызық емес екен. Жалпы сенде қанша клип бар? 10-нан асады. Нақты. 10-нан асады. Енді қанша нормальный клип шығады? Жуырда күтіңіздер. Менің ойымша сенің клиптерің әннен көп сияқты. Білмеймін. Может, Так, бітті прикинь. Как будто ғой өзімді бір 13 жасқа барады интервью алып қалған сияқты. Солай сезініп тұрмын. Болды! Айтпаймын енді. Біз қонағымызға сыйлық сыйлаймыз келген үшін. Біздің сыйлығымыз енді айтпашы. Бұл гоншоу, біз жалғастырамыз. Жалпы келгеніңе көп рахмет. Мен сенің творчествоңды сыйлаймын, жақсы ойлаймын. Жалпы асықсың ба сен қазір? жоқ. Мен асықспен жүріп жүрмін. Охрана!